Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін басқосуға қош келдіңіздер. Өздеріңізге белгілі, кеше мемлекет басшысы әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялаған болатын. Бүгін біздер жергілікті қоғам өкілдері президент жолдауын талқылау үшін, пікір алмасу үшін, ой бөлісу үшін жиналып отырмыз. Бүгін басқосуда президент жолдауының маңызды тұстарына тоқталатын боламыз. Бұл жолдау алдыңғы жолдаудан өзгеше және азамат, бизнес, мемлекет арасындағы қатынасты түбегейлі өзгертуге бағытталып отыр. Мемлекет ең алдымен бәріне бірдей мүмкіндік беріп, әлдік орнатады деген мақсатты көздеп отыр. Жолдауда еліміздегі проблемалық мәселелерге қатысты бірқатар бастамалар көтерілді. Үкіметке тиісті тапсырмалар берілді. Ендеше бүгінгі жиынымыздың алғашқы сөз кезегін Адалдық алаңы жобалық офисінің Маңғыстау облысы бойынша филиалының төрағасы Үсіпбаев Дайрабай Мамашұлына беріледі. Дайрабай Мамашұлы, жолдаудың мазмұнына қатысты өз пікіріңізді білдіртіп өтсеңіз. Мынау енді кеше мемлекет басшысы елімізге өзінің жолдауын жасады. Бәріміз тыңдадық, естідік. Бұл жолдауда мен айтар едім, халықтың, тұрғындардың көкейінде көптен қордаланып қалған, шешімін таппай жүрген өте өзекті мәселелер көтерілді. Және ол мәселелер бұл халықтың әл-ауқатын жақсартуға, олардың әлеуметтік мәселелерінің шешілуіне оң ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Және бұл жолда осы жаңа өзіңіз айтқандай әділетті Қазақстан құру жолындағы алғашқы бастама деп айтуға болады. Себебі бұл жерде үлкен көптеген мәселелер көтерілді. Енді жаңа айтып жатсыз, адалдық алаңы деп осы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдеріменен күнделікті айланысып жүргеннен кейінгі жерде біз бірнеше осыған қатысты көңілге қонымды мәселелерді айтқым келеді. Бұл жерде ең бірінші мынау әкімшілік тарапынан бағаны реттеу мәселесі. Осы мәселеге кішкене осы мәселеден бас тарту керектігі айтылды. Бұл әрине бүгінгі таңда бағаның шарықтап кетуіне байланысты бір жағынан біздер бизнес өкілдерін, кәсіпкерлерді қолдаймыз дейміз. Екінші жағынан әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағаны төмендету жөнінде осы көптеген шаралар алынып жатыр әкімшілік тараптан. Осы да бұл тауарлардың көп әкелмеуіне және импортқа тәуелді болуына себебі тигізіп жатқан шығар деп ойлаймыз. Сондықтан осы мәселе бар. Сонымен қатар мынау салықтың жүйесінде салықтық бақылауды толықтай цифрландыруға өткізу мәселесі көтерілді. Және мынау кедендік рәсімдеуді ашықтығын қамтамасыз ету, бір терезе қағидатын пайдалану, сол бағытта жұмыс жасау жөнінде. Сонымен қатар мынау автожол дейді, соның ішіндегі мынау ауылішілік жолдардың сапасына көңіл аудару, сапасын осы кейінгі бір жылдың ішінде 95%-ға дейін соның сапасын жақсартуға тапсырма берілді. Мысалы, бұл мәселелердің бәрі осы күнге дейінгі осы жолдың сапасының, сонымен қатар мынау құрылыс саласындағы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері өте көп екенін білеміз. Осы мәселеде осы құрылыс жұмыстарын реттейтін 2,5 дейін жуық құжаттардың бар екендігі, сондай осындай құжат басшылықтан арылу керектігі, қала жаңа құрылысы кодексін қабылдау керектігі жөнінде. Міне осы қабылданып отырған шаралардың, көтерілген мәселелердің барлығы, мен айтар едім, осы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін сәл де болса азайтуға өзінің септігін тигізеді, көмектеседі деп. Енді атының өзі айтып тұр, әділетті Қазақстан құрамыз дейді. Әділдік жоқ жерде әрине сыбайластықтың тәуекелдері кездеседі. Сондықтан осы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері болмау үшін міндетті түрде әділдік болу керек. Ол үшін жаңа айтып отырған әділетті Қазақстанды құру үшін көптеген шаралар қабылданды. Кешегі жолдауда президент жоғарғы білім саласында айналып өтпеді. Бірқатар тың бастамаларды атап өтті. Енді білімді ұрпақ ол ұлттың болашағы, әсіресе кадр даярлау мәселесінде келгенде, сондықтан ендігі сөз кезегін осы өңіріміздегі алдыңғы қатарлы негізгі кадр даярлайтын оқу орны Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерлік университетінің студенттік істер және қоғаммен байланыс жөніндегі вице-президенті Махамбет Ержан Тайбағарұлына беріледі. Енді кешегі күні біз барлық университет ұжымы
президенттің жолдауын тыңдадық. Барлық студенттер болсын, оқытушылар болсын, барлық бізде қызметкерлер болсын, барлығы президент жолдауын тыңдап, ол жерде бүгіннен бастап, таңертеңнен бастап бізде барлық факультет деңгейінде, кафедра деңгейлерінде осы президент жолдауын талдау жүріп жатыр. Қазіргі таңда пікірлерін айтып жатыр. Ғалымдар өзінің пікірін айтып, қай жерде қалай жоғары оқу орындарына, немесе білім беру ұйымдарына қандай көмектер болатынын, қандай келешектегі жоспарларын бәрін бөлісіп айтып жатыр. Енді бірінші бұл жерде айтатын мәселе бізде енді педагогтардың жалақысын үкіметке тапсырды, қосымша қаражат бөлуді 25%-ға дейін осы қаңтарда 25% жалақыны көтеруді тапсырды. Ал жоғары оқу орнында келетін болсақ, өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда енді үлкен мегаполис нелерде, қалаларда, мына Алматы, Астана қалаларында болсын, жатақхана мәселесін көп студенттерді алаңдатып отқан мәселе жатақхана мәселесі. Сол жатақхана мәселесін түбегейлі шешуді тапсырды. Негізінен енді жатақхана мәселесін ол шешудің жолдарын да көрсетіп берді ол кісі бізге. Президенттің айтқаны, енді жатақхана мәселесіне мемлекетке қарап отырмай, жекеменшік серіктестік арқылы да жатақханалардың санын көбейту, орнын көбейтуді тапсырды. Ол жерде жеке университеттерде де міндетті жатақхана болу керек деп айтты, жеке университеттерде де. Енді Шахмардан университетінде бізде жатақхана мәселесі негізінен шешіліп жатыр, шешілген бұрыннан да. Қазіргі таңда да бір жатақхана сол президенттің жолдауына негізгі үкіметтің қолдауы арқылы сол салынып жатыр. Қазірде бізде сондықтан ол жатақхана мәселесінде көп өзекті мәселелер бар еді. Соны президент нақтылап тапсырмасын берді енді. Одан кейінгі педагогтарды даярлау бойынша мұны бұрын 5 жылда біліктілігін арттыру, 5 жылда өтетін болса, қазір 3 жылда бір біліктілігін арттыру курстарынан басқасына жетілдіріп тұруды тапсырды. Оны 3 жылға дейін кемітті. Содан кейінгі мәселе енді бізде мынау студенттердің қазіргі таңда қолжетімділігі жоғары оқу орнына ақылы негізде оқу төлемақысының көбеюіне байланысты қазіргі кезде енді президенттің айтқаны 3-2% көлемінде студенттерге біз не бере отырып, жеңілдік несиелер бере отырып, соларды ары қарай оқыту жағын қарастыруды айтты енді. Бұл жерде басым бағыттарының бірі осы білім саласына. Негізгі білім саласына басым бағыттарының бәрін айтты, енді жоғары оқу орындарына айтты. Одан кейін жаңа мектептерді айтты, мектептің бізге жетіспейтіндігін, 1000 мектепке дейінгі салынатындығын айтты. Біздегі мектептегі оқып жатқан оқушылардың қазіргі деңгейінің өте көп жоғары екенін, өсім бар екенін айтты. Енді осы жолдауда қазіргі айтылған мәселелердің бәрі біздің университетте көп кеңінен талқыланып жатыр, жоғары оқу орнында. Рахмет. Тағы да бір мемлекет басшысының қозғап өткен мәселесі мынау бірыңғай ұлттық тестіден өткен оқушыларға дифференцированный жаңа грант бөлу жөнінде мәселесі де болды ғой. Енді осындай бастама жастардың білімге құштарлығын, мықты кадрлардың өсіп өркендеуіне септігін тигізе ме? Сіздің пікіріңіз қандай? Ол енді қазіргі педагогикалық мамандықты білесіздер. Бұрынғы шекті балдары 50 балл болатын болса, 75 балға дейін шекті балды көтерді. Сонда да педагогикалық мамандықтарға сұраныстар өте күшейіп келе жатыр қазір. Сондықтан ол президенттің жолдауында оның бәрі айтылды. Осы 75%-ға де көтерілсе де педагогикалық мамандықтарға басым бағыт беріліп жатқаны, оның сұраныстың көптігіне қарай бізде оның айтылды. Біз көзқарасымыз оған қосылып, біз онымен жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет. Келесі сөз кезегі Маңғыстау облыстың азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігінің президенті Ахметова Жібек Аманбайқызына беріледі. Жібек Аманбайқызы енді бірқатар жыл әріптес болдық қоғамдық кеңесте. Осы біздің жергілікті үкіметтік емес ұйымдардың басшысы ретінде осы мемлекет басшысының жолдауына өз пікіріңіз. Рахмет, Аят. Шын мәнінде енді біз жылда осындай жолдауды күтеміз. Не айтады екен президент, қандай бір реформаларды ұсынады екен деп, осы жолғы да жолдауды бір үлкен бір сеніммен күттік. Ол рас. Енді бұрынғы жолдауларды ондай мен кеше әріптестермен тақылағанымызда
айтып жатыр, бұрынғы жолдауды оқымайды екенбіз де, соншалықты мән бермейді екенбіз. Соңғы жылдары осы азаматтардың жалпы өздерінің сондай жолдауға деген, жалпы мына мемлекетті басқаруға, мемлекеттің жаңағы саясатына деген көзқарасы, қызығушылығы артып бара жатыр. Сондықтан биылғы кеше ғана жарияланған жолдауды қарасаңдар өте белсенді талқыланып жатыр. Соның ішіндегі жаңа реформалар ұсынылып жатырған, көңілімізден шығып жатыр. Соның бірі жаңағы мен енді қоғамдық екеуміз Дайрабайға бәріміз осы қоғамдық кеңестің мүшесі болдық. Сол кезде көптеген мәселелерді қозғадық қой. Соның ішінде мынау мемлекеттік сатып алу мәселесіне көп көңіл аудардық. Мен өзім облыстық мемлекеттік қызметтер істерінің жанында, департамент жанында әдеп кеңесінде мүшесімін. Осы көптеген заң бұзушылықтар, құқық бұзушылықтар осы мемлекеттік сатып алу аясында өтеді. Әкімшілік тарапынан да мемлекет қызметкерлерге қатысты да істер осындай көп болады. Бұл дегеніміз шын мәнінде осы мемлекеттік сатып алу аясында көптеген заң бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері көп болатын. Қаншалықты мемлекеттік сатып алу порталы ашық болғанменен мониторинг жасау барысында біз қоғамдық өкіл ретінде көп кездесетін бір көзден сатып алу, әртүрлі жаңағыдай құжаттардың дұрыс рәсімделмеуі, бағаның тұрақты еместігі, нарықтық бағасынан басқа болып кету бағаны, сондай мәселелер болатын. Бірақ тағы да бір бізде квазимемлекеттік сектордың мемлекеттік сатып алулары бар, өздерінің сатып алулары бар, ол мүлдем жабық етін. Кешен президент айтып отыр, квазимемлекеттік сектордың да сатып алуларына біз ашық болу керек. Есеп берілетіндей болу керек, ашық болу керек. Себебі біз ол өндіріс компаниялары қандай сатып алулар жасап жатыр, оға қалай өтіп жатыр, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері қаншалықты ол бар жоқтығын мониторинг жасауға мүмкіндік жоқ етін. Ал қазір таңда енді кеше президент айтқандай, оның бәрі бірыңғай портал болады, ашық болады, ашық көруге болады, қандай сатып алулар болып жатыр. Енді бұның барлығына жемқорлықтың төмендеуіне, ашықтықтың, жариялықтың принциптерін қамтамасыз етуге бюджеттің ақшасы қаншалықты дұрыс игеріліп жатыр. Себебі 99% бізде мемлекеттік бюджет осы мемлекеттік сатып алу арқылы жүзеге игеріледі. Сондықтан ол қаншалықты дұрыс игеріліп жатыр, қаншалықты тиімді игеріліп жатыр, оның барлығын салық төлеуші ретінде, азаматтар ретінде біз оны көріп, біліп, бағасын беріп, дұрыс болмаса, шынымен де ол заңды бұзушылық болатын болса, оны қатаң жазалауды қамтамасыз етілу керек. Тағы бір несі, мен кеше жолдаудан өзіме бір ұнаған жері, біз енді қоғамдық өмір ретінде көптеген ауылдық тұрғындармен, ауылдық жерлермен қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз, ауыл тұрғындармен. Соның ішінде жолдауда айтылғаны, бюджет участия дейді, қазір халықты қатысу бюджеті, ол тек қана облыс деңгейіндегі Алматы, Астана, Ақтау облыс деңгейіндегі қалаларды жүзеге асырылатын еді. Қазір таңда қаншалықты 4-ші деңгейлі бюджет енгізілгенмен ауылдық деңгейде әлі де көптеген мәселе бар. Соның ішінде ең бір қордалы мәселе ол ауылдық инфрақұрылым. Кешен президенттің жолдауынан көріп отырмыз, оған мән беріліп жатқаны, оның маңыздылығын айқындалып жатқаны, бюджеттің халықтық қатысатын бюджеттің, халық шешетін бюджет, қандай инфрақұрылымдық жобалар қажет, сол ауылдық деңгейде жүзеге асырылу керек деді. Ол тек қана мегаполистерде, қалаларда емес, ауылдық инфрақұрылымды дамуға, ауылдың қалаға кетіп қалмауына, ауылдық жастардың дамуына, қандай бір жұмыс көздерінің ашылуына, сондай әртүрлі инфрақұрылымдар құрылатын болса, ауылдың жастарына жұмыс, ауылдың жастарына бір уақытын өткізуге, қандай бір дамуына ықпал етеді деп есептеймін. Ал енді әйел адам ретінде айтайын деген бір көптен бір менің коллективімде жастар жұмыс жасайды, жас отбасылар. Солар кеше тыңдап, бәріміз отырып тыңдаған кезде ең бір қуантарлық, бір қуанарлық жағдай, ол
кішкентай сәбимен үйде отырған аналардың жаңағы 1 жасқа дейін емес, 1,5 жасқа дейін бала күтіміне жаңағы жәрдемақы алу. Ол өте маңызды, ол көптен бері айтылып келеді. Себебі кішкентай бөпесі бар ата-аналар, жас аналар оны тез арада жұмысқа шығып кетуіне мүмкіндігі жоқ. Себебі 1,5 жастан кейін ғана балабақшаға алу мүмкіндігі бар. Оның өзінде де үлкен бір кезек күтуім керек, қомақты қаражат, ол қымбат тұрады кішкентай балалардың жаңағы балабақшасы ақысы. Сондықтан ол өте қуантарлық жағдай. Енді әйел адамдардың көптен бері көтеріп жүрген мәселесі ол зейнетақы, зейнетке шығу жасы да 58 жасқа дейін, 58 жастан шықсын деген көптеген петициялар да болды, әртүрлі осы үкіметке деген ұсыныстар болды. Бірақ енді президент кеше соны 61 жас деп белгілеп, осындай жаста әйел адамдарға жаңағы зейнетке шығуға мүмкіндік беріп отыр. Ол да болса енді 63 жастан жақсы, енді 61 жасқа дейін зейнетке шығуға мүмкіндік бар. Енді тағы да тұстарын енді айтып жатамыз. Түсінікті, қосылам сөзіңізге. Енді мемлекеттік болсын, квазимемлекеттік болсын, манағы өзіңіз айтқандай мемлекеттік сатып алудың ішінде жүрген қаржы ол салық төлеушілердің қаржысы, азаматтардың қаржысы. Сондықтан қандай да бір жүзеге асатын жоба, ол да халықтың игілігіне жарайтын жобалар болу керек, және жаңа өзіңіз айтқандай ашықтық болу керек. Рахмет. Келесі сөз кезегі саламатты ел қоғамдық бірлестігінің төрайымы Есетова Гүлзира Бүркітқызына береміз. Гүлзира Бүркітқызы осы жолдауда балабақшалар мен орта білім беруге ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын балалардың арнаулы жинақтаушы есеп шотына аударуға, денсаулық сақтау саласына қатысты бастамалар көтерілді. Осы бастамаларға қатысты ойыңызбен бөліссеңіз өзіңіздің. Жылда біз ел басшының кезекті жолдауын күтеміз. Бұл жолдау еліміздің дамуына бір серпіліс беретіндей жаңа реформалар қабылданады. Осы жақында біз өткенде референдум кезінде соның түгел тұстарын, түзетпелер, солардың барлығын одан әрі жүзеге асыру қажет. Енді осы 42 айынан бастайды деп отыр едік. Сонымен күні кешегі кезекті жолдауында маңызды әлеуметтік мәселелер қозғалған. Әлеуметтік мәселе бұл кез келген қоғамда қалыптасады, және оның шешу жолдарын әр уақытта біздің үкімет тарапынан, билік тарапынан шешілуге ұмтылады. Сол енді бастысы осы соңғы кезеңде денсаулыққа қатысты, денсаулық саласына қатысты көптеген мәселелер қозғалады. Соның ішінде мына сақтандыру дегендей, мына кез келген мына адам өзі ауырған жағдайда басқа кезекте емханаларға барады, ауруханаларға барады. Сол кезеңде олар уақытымен кезекке тұра алмай қалады. Тағы сондай сияқты жағдайлар, енді адам болғасын түрлі жайттар болады ғой, уақытымен қарай алмай қалады. Осы тұста денсаулық саласын жаңа реформалау қажеттігін кешегі жолдауда көрсеткен. Шынында да қазір көптеген емханалар жетіспейді, ауруханалар жетіспейді. Осы ауыл, аудандарда көптеп аурухана салуды осы мына жолдауда көрсеткен. Неге? Салауатты ел, жалпы халқымыздың денсаулығы, әл-ауқаты артса, елімізді тұрақталады, халқымызда аман болады. Соған байланысты осы денсаулық саласында түрлі реформалар жүзеге асады деп күтілуде. Енді мына қоғам болғасын, мына әлеуметтік түрлі мәселелер, соның ішінде мына педагогтардың да мәртебесі арту. Мына ең бастапқы, мына өзім енді отбасылы жанұя мәселесімен қазір көп айналысып жүргесін, ана, әже болғасын, осы қоғамдағы белсенділердің бірі болғасын, бізді мазалайтын міндетті түрде баламыздың дұрыс, сапалы, саналы болып өсуі. Ол тона балабақшадан басталады. Сол балабақшада қазір жаңа реформаларда жүзеге асатындығы көрсетілген.
ең басты сол балаға көңіл бөлетін, баланы жан-жақты өсіріп, үйден кейін, яғни отбасынан кейін тәрбие беретін сол тәрбиешілердің де жағдайы бұл жерде көрсетілген. Олардың мәртебесі өсіру, жалақысы көтерілу деген сияқты осындай мәселелерде бар. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, ұлттық қор дейді. Ұлттық қор енді соңғы кезеңде әлеуметтік желіде ұлттық қор туралы көп айтылады. Соның ішінде жаңағы бұл ақшалар қайда кетіп жатыр, ол ел игілігіне жарап жатыр ма дегендей жолдауда біз көріп отырық. Енді мына 2024 жылдан бастап әр нәрестеге 18 жасқа толғанға дейін оның есеп шотына осы ұлттық қордың 50% деген сияқты соған аударылып тұратындығы. Яғни 18 жасқа толғанға дейін белгілі мөлшерде қаражаты жинақталып, ол оқуға, одан әрі мектеп аяқтағаннан кейін білім алуға, немесе басқа да инвестиция ретінде қалыптасады. Бұл қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Енді жаңа айттық, Талбесіктен бұл балабақшалардан кейін одан әрі біз мектепке орта білім беруде өте қажет, сапалы білім болғаны қажет. Сол өткен жылғы жолдауда осы жөнінде көп айтылды, педагог мәртебесі туралы. Бұл жолдауда да соның жалғасы ретінде арнайы мектептердің одан әрі тұрғызылуы, бала санының мектепке баратында артатындығы, жаңа мектептердің көптеп салуы, осының барлығы біздің мына әлеуметтік мәселелерімізді жақсартуға өзіндік септігін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы барлық реформалар қандай болмасын, ол мына елдің экономикасын, әлеуметтік жағдайын көтеруге септігін тигізеді. Ал енді осы экономикасы, әлеуметтік жағдайы, басқа да тұстары даму үшін міндетті түрде біздің билігіміз, біздің басқару жүйесі қалпына келтіру керек. Сонда мына кешегі жолдауда соңғы өзінің сөзі ретінде ел басшымыз осы кезектен тыс президент сайлау туралы, осы күзде өтетіндігі, келесі жылда мәжіліс, мәслихат сайлауы жөнінде айтып кетті. Бұл да еліміздің саяси тұрақтылықтың, бастамалардың негізі деп білемін. Енді мемлекет басшысы жалпы жолдауда еліміздің болашағын айқындайтын басты мәселелерді атап өтті ғой. Дегенмен де біз білеміз, биыл мемлекетімізде қасіретті қаңтар орын алғанын білеміз, баршамыз. Көптеген жағдайлар болды. Енді осы қасіретті қаңтар оқиғасына байланысты қоғамдық комиссия құрылған болатын республика деңгейінде. Біздің өңірімізден Уайс Ерсайынұлы дейтін азаматымыз сол комиссия мүшелігіне енді. Бұл кісілер қыруар жұмыс атқарды. Соған байланысты кеше мемлекет басшысының бір жолғы рақымшылық жариялау туралы пікірін тыңдасақ деген ойымыз бар. Бұл енді қаңтар сөз жоқ. Осы қаңтар оқиғасы біздің әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан құрамыз деп жатқан осы біздің бет бұрысымыздың осы алғашқы парағы қаңтардан басталады деп айтсам, егер артық болмас еді. Қаншама бұл бір жағынан елімізге үлкен сілкініс серпіліс әкелді, екінші жағынан қаншама отбасылардың үйінде трагедиялық жағдай болды. Қаншама бала әкесінен айырылды, қаншама бала шешесінен айырылды, қаншама ана баласынан айырылды. Сонымен бірге сол қаңтар оқиғасына кінәлі деп қамалған, айыпталған, азапталған адамның саны шексіз. Ол енді ол жерде кімнің кінәлі, кімнің кінәсіз екенін анықтау өте қиын мәселе. Біз осы аманат комиссиясы, қоғамдық комиссия құрып, сол жерде қаңтар ақпан айларында сол жерде 6 өңірде бірдей жұмыс жасадық. Негізінен Алматы қаласында. Сол жерден бір әуелі жүздеген адамды шығардық. Сонан кейін бұл адамдарды барлығын бір-бірлеп шығару мүмкін болмай кетті. Сонан кейін біз барлығын елеп, екшеп, тексеріп қарадық та, сосын мынадай қорытындыға келдік. Бұл адамдардың барлығын бірдей, бүкіл 1000-ға жақын адам айыпталып отырған. Олардың барлығын бірдей жаңағы тергеп, тексеріп, істің ақ қарасын анықтау мүмкін емес. Ол мүмкін, оған жылдар кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сол тіпті жылдар кеткен күннің өзінде
ол кінәлі адам, шын кінәлі адам түрмеге бостандыққа шығып кетуі мүмкін, жазықсыз адам түрмеге тығып қалуы мүмкін. Оны да ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан біз былай қылайық, бұл мемлекетіміздің тарихында алғаш рет болып тұрған үлкен прецедент. Біз Жаңаөзен оқиғасын есептемегенде осы мемлекетіміз осындай үлкен масштабта еліміздің 3/2 бөлігінде қамтыған үлкен қозғалыс, жалпылықтық үлкен жаңағы мемлекетіміздің әр берден кейін іргесін шайқауға бағытталған талпыныс бұл бірінші рет кездесіп алғаш рет. Сондықтан мұндай үлкен оқиғаны тергеп тексерудің бізде әлі тәжірибесі жоқ, қалыптаспаған. Біз әлі аныққан біле алмаймыз, себебі алғаш рет кездесіп тұрмыз. Сондықтан біз олардың барлығына қазір бір реттік рақымшылық жасайық, бір реттік. Бүкіл жаңа қатысушыларға. Ал сол бір реттік рақымшылық жасағаннан кейін жаңағы олар сол мүмкіндікті пайдалансын деген ұсыныс қорытындыға келіп, осы қорытындымызды осы мемлекет басшыларына жолдап, сол біраз уақыт өткеннен кейін кеше міне жолдауда айтылып отыр. Біз қуаныштымыз. Бұл жай біздің ұсынысымыз болғаннан кейін ғана қуанып отырған жоқпыз. Бұған жүздеген адамның бұл жеке басының тағдыры, мыңдаған адамның отбасының қуанышы, қаншама бала әкесін күтіп отыр, қаншама жар өзінің жұбайын күтіп отыр. Менің әкем, жолдасым келеді. Ол бәлки ол адамдардың белгілі бір дәрежеде кінәсі болуы мүмкін, бірақ олардың кінәсі болған күннің өзінде де отбасылар үшін, туған тумаластар үшін олар қылмыскер емес. Олар оны олай деп қабылдамайды. Олар біздің анамыз деп, әкеміз деп қабылдайды, біздің қорғаушымыз, асыраушымыз деп қабылдайды. Сондықтан және басым көбі 18 бен 25-27 арасындағы жастар, мемлекет осы жастарды бір жаза басты екен деп, бір жазатайым қателік жіберді екен деп, оларды 5-7 жылға соттағаннан ештеңе ұтпайды. Одан да қайта осындай гуманистік көзқарас танытып, оларға аяушылық танытып, кешірім берсе, міне мемлекеттің болашағы бар, мемлекет осындай нәрсе жасайды. Осыған біз мемлекет басшысы осындай саяси шешім қабылдап, бүкіл жалпақ жұрттың алдында осындай өзінің шешімін жариялап отыр. Тек қана қуаныштымыз. Себебі осы қаңтарды елемей оны өтіп кететін болсақ, бұл біздің алдымыздан әлі талай шығуы мүмкін. Сондықтан барлық осы жерде қамалған, азапталған, тағы да ұсталған, тергеуде жүрген талай азаматтардың өздері отбасыларының атынан біздер мемлекет басшысына алғысымызды айттық. Ол айналып келгенде біздің мемлекетіміздің бірлігі үшін жұмыс жасайтын нәрсе. Біз енді кеше мемлекет басшысы айтты, бірлік керек, консолидация керек, ынтымақтастық керек. Әр жерде біздің айтып жүрген әңгімелеріміздің барлығы міне алғаш рет осы мемлекет басшысының өзінің аузымен айтылып отыр. Қанша рет біз айттық, осы бірлік керек, ауызбіршілік керек, ынтымақтық керек, татулық керек. Қазақ қашан өзінің бірлігінен айырылған, қашан өзінің жаңағы мемлекеттілігінен айырылған, бірлігінен айырылған да жоғалған. Сондықтан осы қадам қаңтар оқиғасына байланысты жасалған, рақымшылық жөнінде жасалған қадам, бұл сөз жоқ халқымыздың, қоғамымыздың бірлігіне арттыратын қадам деп өзім санайым. Еліміздің амандығы, жеріміздің тыныштығы, бауырларымыздың татулығы керек. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді баршамызда осы жолдауға байланысты ойымызбен бөлістік, пікір алмастық, талқыладық. Енді мемлекет басшысының жолдауы нақты іске асқанын күтеміз. Қажет болса атсалысамыз, көмектесеміз деген ойдамыз. Енді өзіңізде барлығыңызда жолдауды көрдіңіздер. Жалпы халықтың әл-ауқатын арттыруға, өмір сапасын жақсартуға, нақты реформалардың қадам басып жатқанда көзіміз жетті. Сондықтан біздер де, мен де өз тарапымнан осы мемлекет басшысының жолдауын қолдап, осы мемлекеттің азаматы ретінде бір кісідей өзімді үлесімнің қосуға дайынмын. Енді сөзімізді тамамдайық. Кешегі мемлекет басшысының жолдауын ой елегінен өткізіп, қолдаған жоралы жұртымызға амандық пен саулық тілейміз. Рахмет баршаңызға.